Көліктерге толы туннелде бір адам сары спорт көлігін қуу үшін бәрін тәуекелге тігеді. Ол көзін жүргізушіге қадайды. Оның ойын бір ғана ой билеп алған. Қандай құны болса да, сені тозаққа бірге сүйреп түсіремін. Бұл Тэ Джун, тынымсыз еңбек ететін жеткізуші жігіт, ол демалыс дегенді білмейді деуге болады. Бір күні кешке ол әріптесімен сөйлесіп тұрған кезде, ерке бай қыз кенеттен олардың тамағын жұлып алып, әріптесі кездейсоқ оған тиіп кеткен үшін жерге лақтырып жібереді. Бүлінген тапсырысқа қарап, Тэ Джун ашуға булығады. Ол мотоцикліне мініп, оның артынан қуып кетеді. Әр көшені бес саусағындай білетін ол спорт көлігіне жетіп, тура алдынан тоқтайды. Еш ойланбастан тамақты көлікке қайта лақтырып айқайлайды. Ақысын төле. Сол кезде ғана бай жастар өздерінің дұрыс емес адамға тиіскенін түсініп, қорқып кетеді, ақшаны тез береді. Осы жағдайдан кейін Тэ Джун мектепке барып, өзінің інісі Тэ Джинді көреді. Екеуі аналары ерте қайтыс болғаннан кейін бір-біріне сүйеніп өскен. Тэ Джун оған ертең анасының қабіріне өзі жалғыз баратынын айтады, өйткені Тэ Джин алдағы емтиханға дайындалуы керек. Жұмыстан кейін ол достарымен бірге үйіне асығып, бақшаны безендіреді. Сөйтсе, ол және оның қызы Сужи бірге гүл дүкенін ашуды жоспарлап жүр екен. Бұл арманын жүзеге асыру үшін ол банктен үлкен несие алған. Сондықтан ол тынымсыз еңбек етіп жүр. Бақытына орай, бәрі жаман емес, жақсы жүріп жатыр. Келесі күні таңертең Тэ Джун ерте тұрып, қызына таңғы ас дайындайды. Кешегі тәртіпсіздікті жинап болған соң, тағы бір қарбалас күнін бастау үшін үйден шығады. Жеткізуді жаңа ғана аяқтағанда лифт жабылып қалады. Асығып, ол баспалдақпен көтеріледі де, күтпеген жерден алаңда ауру ағашты байқайды. Ол оны қалай күту керектігі туралы жазба қалдырып, тез кетіп қалады. Келесі жеткізу кезінде ол чемоданын әрең көтеріп келе жатқан қарт әйелді көреді де, оған төбеге дейін көтеруге көмектеседі. Сол түні ол асығып тамақ ішіп отырған кезде, жанында телефон шырылдайды. Ол көтеріп қараса, бұл жақын жерде біреу түсіріп алған телефон екенін түсінеді. Ол оны дүкенге қалдырмақ болады, бірақ телефонның ар жағындағы әйел оны тікелей жеткізіп беруін өтінеді. Тіпті сыйақы ретінде 300.000 вон ұсынатынын айтады. Қосымша ақша табуды ойлаған Тэ Джун ол айтқан жерге барады, бірақ ол жерде тек бос, қаңырап қалған туннелді ғана көреді. Әйел қайта хабарласып, енді бейтаныс адаммен кездесуге кеш екенін айтады. Ол телефонды туннел ішіндегі телефон жәшігіне қалдыруды өтінеді. Тэ Джун түсінбей тұрса да, оның айтқанын орындайды. Қанағаттанып кетіп бара жатқанда, жүйткіп келе жатқан жүк көлігі оны қағып кете жаздайды. Келесі күні ол әдеттегідей өсімдіктерге күтім жасап жүрген кезде полиция. Кенеттен полиция кіріп келіп, оны зорлау және кісі өлтіру айыптары бойынша тұтқындайды. Жақында бір жас әйел қатыгездікпен өлтіріліп, денесі бөлшектелген болатын. Бірақ белгісіз себеппен полиция бірден Тэ Джунды кісі өлтіруші деп шешеді. Есеңгіреп, ашуға булыққан Тэ Джун жәбірленушіні мүлде танымайтынын айтады. Бірақ полиция бұл істің қаншалықты ауыр екенін қайта-қайта айтып, оны босатудан бас тартады. Көп ұзамай оның достары бөлімшеге жаман жаңалықпен келеді. Оның барлық жеке мәліметтері интернетке тарап кеткен, тіпті оның гүл дүкенінің қабырғаларына кісі өлтіруші деген граффитилер жазылып кеткен. Кейін Сужи бөлімшеге келгенде Тэ Джун күйреп, өзінің кінәсіз екенін айғайлап, ешкімді өлтірмегенін қайта-қайта айтады. Сужи оның мінезіне сеніп, оны құтқару үшін бар күшін салатынына ант береді. Ол бірден адвокат жалдайды, ал адвокат дәл қазір ең маңыздысы Тэ Джунның алибиін табу екенін айтады. Бақытына қарай оның жасаған әрбір тағам жеткізілімі тіркеліп отырған. Сондықтан достары мен отбасының көмегімен олар бір күннің ішінде оның 2 күндік толық уақыт кестесін қалпына келтіреді. Адвокат сенімді бола бастайды. Мұндай алибимен олар міндетті түрде жақсы қорғана аламыз деп ойлайды. Бірақ бәрі күтпеген жерден күрт өзгеретінін ешкім күтпеген еді. Тэ Джунның жүрген жерін көрсететін епсі деректері, адвокат ұсынған уақыт кестесіне сәйкес келгеніне қарамастан, прокурор әлі де 3 маңызды күмән келтіреді. Біріншіден, кісі өлтіру күні ол дәл жәбірленушінің үйіне жеткізу жасаған және жоғары көтеріліп, қайта түсуге кеткен уақыты әдеттегіден ұзақ болған. Тэ Джун ағашты қарап, жазба қалдырғанын айтып түсіндіреді. Бұл оған бірнеше минут уақыт алған.
Екіншіден, прокурор одан неге чемодан көтеріп жүргенін сұрайды. Тай Джон жеткізуді аяқтағаннан кейін қарт әйелге көмектескенін айтады, бірақ прокурор бірден фото көрсетеді. Қылмыс орнынан табылған чемодан дәл оның көтерген чемоданына ұқсас еді. Тай Джон қатып қалады, ішінде жаман сезім пайда болады. Үшіншіден, прокурор неге жәбірленушінің телефоны оның қолында болғанын сұрап, дүкеннің бейнебақылау камерасының жазбасын көрсетеді. Тай Джон оны тауып алып, қайтармақ болғанын асығыс түсіндіреді. Бірақ прокурор телефонды қайтарған туннель мәйіт тасталған жерден небәрі бірнеше ондаған метр қашықтықта екенін айтады. Сосын ең ауыр дәлел айтылады. Жәбірленушінің денесінен Тай Джонның дыңғысы табылған. Прокурор одан неге мұндай қорқынышты қылмыс жасағанын сұрайды. Тай Джон толықтай есеңгіреп қайта-қайта. «Мен кінәсізбін», деп айқайлайды. Жағдайды одан әрі қиындата түсіп, прокурор тағы бір нәрсені қосады. Оның айтқан ағашын ешкім ешқашан көрмеген. Сол кеште Суджи қайта келіп, адвокаттың істен бас тартуға шешім қабылдағанын айтады. Тай Джон үмітсіздікке түсе бастағанда, Суджи кенеттен оның білегін көруді сұрайды. Бұрын қылмыс орнының фотоларынан ол өзіне сыйлаған жұп білезікті байқаған еді. Тай Джон қатып қалады. Ол білезігінің қайда екенін есіне түсіре алмайды. Суджи жылап жібереді. Ол енді оған сенуге өзін мәжбүрлей алмайды және көз жасымен олардың қарым-қатынасын аяқтайды. Соңында Тай Джон өмір бойына бас бостандығынан айыру жазасына кесіледі. Оны шексіз қараңғылық күтіп тұр еді. Ол өмір сүруге деген еркін жоғалта жаздаған кезде, оған Ким есімді мемлекеттік қорғаушы келеді. Ол бұл іс туралы кездейсоқ естіп, бәрі өте мұқият жоспарланғандай, тіпті бір сценарий бойынша жүргендей көрінгенін сезеді. Ол Тай Джоннан бәрін есіне түсіруін сұрайды. Ол барлық жағдайды егжей-тегжейлі айтып, көмектесу үшін қолынан келгеннің бәрін жасауға уәде береді. Оның сөздері Тай Джонға әлсіз болса да үміт сәулесін сыйлайды. Ол Кимге қылмыс орнынан табылған білезік оған тиесілі емес екенін айтады. Кейін ол оны кіші інісінің жатақханасында қалдырып кеткенін есіне түсіреді. Кимнің көзі жанып кетеді. Ол бұл істі қайта қарауға мүмкіндік беретін басты дәлел болуы мүмкін деп сенеді, және Тай Джонға бұл туралы ешкімге айтпауын ескертеді. Алайда Тай Джон жеңілдеп үлгермей жатып, басқа тұтқындардың соққысына ұшырайды. Ол барлық қорлық пен мазаққа үнсіз төзеді, әділдік ақырында орнайтынына сенеді. Бірақ шындық тағы бір ауыр соққы береді. Ким жойқын жаңалық әкеледі. Тай Джонның інісі қоштасу хатын қалдырып, өз-өзіне қол жұмсаған. Інісінің өлімі оны мүлдем күйретеді. Бақытты өткен күндерін еске алып, Тай Джон тынысы тарылғанша жылайды. Сол түні ол бәрін аяқтап, інісімен қайта қауышуды шешеді. Түсінде Джин жылап тұрып айқайлайды. «Неге өзіңді өлтірдің? Менен кет. Жай ғана кет». Тай Джон селк етіп оянып, өзін аурухана төсегіне таңулы күйде көреді. Дәрігерлер оны тыныштандыру үшін асығады. Бұл осы айда оның өзіне зиян келтіруге үшінші әрекет еді. Қайғы мен үмітсіздікке батқан Тай Джон тірі өлікке айналады. Достары ай сайын келсе де, ол ешкімді көргісі келмей. Көп ұзамай күзетшілер оны Пасха рәсіміне арналған шіркеуге алып барады. Сик есімді құрбандық үстелінің көмекшісі оған жақындап, бір тілім торт ұсынады. Ол өзі де тұтқын екенін және бұл жерде 15 жыл отырғанын айтып, Тай Джонның сезімін жақсы түсінетінін жеткізеді. Ол Тай Джонға қалған өмірін Құдайдың сыйы ретінде қабылдап, бұрын істемегеніне өкініш білдірген істерін істеуге кеңес береді. Бұл сөздер Тай Джонның өмір сүруге деген еркін қайта оятады. Сол күннен бастап ол өзіне қатаң тәртіп орнатады. Қорлық көрген уақытынан басқа кезде, ол барлық уақытын оқуға, жаттығуға, жаңа дағдылар үйренуге және аулада өсімдік отырғызуға жұмсайды. Сик оған інжіл беріп, сабыр сақтап, өз сәтін күтуді айтады. Күндер өтеді, гүлзарда кішкентай өскіндер пайда болады. Тай Джонның сертификаттары көбейіп, ол ішкі және сыртқы жағынан күшейе түседі. Суық бетон қабырғалардың ішінде 5 жыл зулап өтеді. Ол тірі жасыл бұрыш жасайды. Тіпті мейірімді күзетші Ян оның еңбегіне тәнті болып, өсімдіктер туралы кеңес сұрайды. Сик әзілдеп Тай Джонды ағаш дәрігері деп атайды. Сосын ол Тай Джонға өзінің білезігін беріп, «Қазіргі қалпыңда қал.
Енді ешқашан жылама дейді. Тай-Джун бір нәрсенің дұрыс емес екенін сезеді, және ол дұрыс еді. Сик сыбырлап: «Мен бүгін босатыламын» дейді. Тай-Джун қайғысын жасырып, жалғыз досын шығарып салады. Ол терең иіліп: «Барлығы үшін рахмет» деп айқайлайды. Сик кеткеннен кейін Тай-Джун жаңа құрбандық үстелінің көмекшісіне айналады. Бір күні Ян шіркеуге үмітсіз бір жас жігітті алып келеді. Тай-Джун оған інжілді беріп, күш табады деп үміттенеді. Бірақ жігіт өзінің кінәсіз екенін қайта-қайта айтады. Егер ол жоғалған телефонды қайтаруға тырыспағанда, мұның ешқайсысы болмас еді дейді. Тай-Джун қатып қалады. Оның оқиғасы дәл сондай еді. Ол да бейтаныс адамның телефонын көтеріп алғаны үшін түрмеге түскен. Тіпті олардың мемлекеттік қорғаушысы да бір адам еді. Одан да сорақысы, сол күні жігіт анасының кенеттен қайтыс болғанын естиді. Ол анасы ешқашан өз-өзіне қол жұмсамас еді деп сенеді, және мемлекеттік қорғаушыны нағыз өлтіруші деп есептейді. Мұны естіген сәтте Тай-Джунның әлемі төңкеріліп кеткендей болады. Ол өз ісін қайта қарастыра бастайды. Мүмкін бәрі басынан бастап жоспарланған шығар. Бірақ келесі күні жас жігіт камерасында өз-өзіне қол жұмсайды. Осы сәтте Тай-Джун бұл қайғылы оқиғалардың бәрін біреу әдейі ұйымдастырып отырғанына сенімді бола бастайды. Ол киіммен байланысып, жаңа дәлел есіне түскендей өтірік айтады. Кездесу кезінде оның көзіне тіке қарап: «Бұл суыққанды өлтірушінің жүзі ме, әлде жалған айып тағылған адамның жүзі ме?» деп сұрайды. Кейін Тай-Джунның ешқандай ақпараты жоқ екенін түсінеді. Ол жымиып, бүкіл істің қолдан жасалғанын мойындайды. Тай-Джун телефонды көтеріп алған сәттен бастап, бүкіл қастандық басталған. Кейін Тай-Джун жатақханадан білезікті тауып, бір нәрсенің дұрыс емес екенін сезген, сол үшін өлтірілген. Шындықты естіген Тай-Джун ашуға булығып: «Мен сені өлтірудің жолын табамын» деп айқайлайды. Ол інжілді шіркеу қызметкеріне қайтарып, орындықтың астынан бір шегені үнсіз алып шығады. Сосын айқышқа қарап: «Осы сәттен бастап қан үшін қанмен жауап беремін» деп ант береді. Бірақ ол әлі шын ұйымдастырушы Юан есімді жас жігіт екенін білмейді. Ол бай адамдардың мәселелерін, тіпті кісі өлтіруді де тазалауға маманданған. Оның орнына ол оларды өз мүсіндерін ақылға сыймайтын қымбат бағаға сатып алуға мәжбүр етеді. Бір күні Юан жиналыста отырғанда, адвокат Кимнен қоңырау алады. Олардың жоспары дұрыс жүрмей қалған. Ол толық сабыр сақтап, бәрі әлі де бақылауында тұрғандай, жағдайды реттеу үшін кәсіби килер жібереді. Осы уақытта бір топ тұтқын Тай-Джунның жолын тағы кеседі, бірақ бұл жолы ол өзін ұстамайды. Бірнеше жылдам қимылмен олардың бәрін жеңіп, енді оған тиіспеуді ескертеді. Топтың жетекшісі бүкіл түрменің ең ықпалды адамы Дьоксу еді. Ол ешкімге белгісіз біреуден қорланғанын көтере алмай, Тай-Джуннан құтылуды жоспарлайды. Бірақ түрме бастығы онымен жасырын кездесіп, тыныш жүруін ескертеді. Екеуі заңсыз астыртын істер жүргізуде сыбайлас болған. Түрмедегі тұтқындар ақша табу үшін өзара төбелеседі. Алайда жақында бір тұтқын қайтыс болды. Егер тағы бірдеңе болса, түрме бастығы немқұрайдылық үшін айыпталады. Сондықтан ол Дгзға біраз уақыт тыныш жүруді бұйырады. Осы уақытта Сик әкесінің жөндеу шеберханасын басқара бастайды, бірақ әрең күн көреді. Бір күні түрме капелланы оған Тай-Джунның інжілді қайтарғанын айтады. Тай-Джунға бірдеңе болған шығар деп алаңдаған Сик оны көру үшін түрмеге асығады. Тай-Джун оның үстінен жала жабылғанын айтып, әрең сөйлейді және бұл жерден міндетті түрде шығатынын айтады. Сик бұл жерден қашу мүмкін емес екенін ескертеді, бірақ Тай-Джунның толық жоспары бар. Ол қабырғаға өрмелемейтінін айтады. Ол алдыңғы есіктен жай ғана шығып кетпек. Тазалау кезінде ол күзетшілердің ауысымын, кілттердің орналасуын, тамақ жеткізілуін, кестелерді пайдалана алатын әрбір ұсақ түйекті жасырын бақылайды. Бірақ қауіп қайта оралады. Доу Тай-Джунға жақындап, оны қатты жазалау үшін бір тұтқынды жібереді. Алайда ол Тай-Джунға тең келмей, қатты соққы жеп қалады. Сол кезде Тай-Джун Дгздің қауіпті екенін түсінеді және оны жою керек деп шешеді. Ол әдейі Доксудың жанына барып, оның бір кезде өз қарындасын жаралағанын айтады. Ашуланған Доксу науаны алып, оған шабуыл жасайды.
Тай Джун қарсыласпайды, өйткені оның мақсаты Доксуды жалғыз камераға қамату. Жоспар мінсіз іске асады. Осыдан кейін Тай Джун Янгтан бақша үшін керек деп сылтау айтып, бірнеше губка сұрайды. Ол оларды гүл құмыраларының астына жасырып, блогының қоймасына қояды. Келесі күні ол блогын тазалауға тағайындалған тұтқынға шабуыл жасап, оның орнына өзі тұрады. Тазалау кезінде қоймаға кіріп, блогының қақпасының кілтін губкаға бастырып алады. Кейін гүл құмырасын бақшаға апарып, үстіне ақ желім құйып, кілттің қалыптарын жасайды. Сол уақытта дәрігер болып жасырынған киллер түрмеге кіріп, өз нысанасын анықтайды. Оның қалтасындағы қызғылт сұйықтық Тай Джунға арналған еді. Кейін тұтқындар вакцина алу үшін кезекке тұрғанда, бір күзетші Тай Джуннан көлігін жөндеп беруін сұрайды. Күзетші тамақтанып жатқанда, Тай Джун кілттің 2 көшірмесін жасап үлгереді. Бірақ күзетші күтпеген жерден ерте оралады, тіпті оған бургер әкеледі. Ол Тай Джунды тексереді, бірақ ештеңе таппайды, өйткені Тай Джун кілттерді бургердің пакетіне жасырып қойған еді. Камерасына оралғанда оны бір күзетші күтіп тұрады. Ертең үлкен жерасты төбелесі болады, және күзетші оған көп ақша тіккен. Сондықтан ол Тай Джунның орнына басқа біреуді вакцина алуға жібереді. Төбелес күні келгенде Тай Джун жеңіс туралы мүлде ойламайды. Бүгін оның қашатын күні. Ол қарсыласын бірнеше қозғалыспен жеңіп, бірден кетіп қалады. Алайда кенеттен дәрігер оның камерасының алдында пайда болады. Киллер оның жалған адам екенін түсініп, әдейі тағы бір күн қалған еді. Тай Джун екенін астаған соң оған у енгізеді. Ол бастығына хабарлама жібереді. Бәрі 30 минутта бітеді. Тай Джун не болып жатқанын білмейді. Ол тек жоспарын орындауға назар аударады. Алдымен ол розеткаға шеге тығып, аймағындағы электр қуатын өшіреді. Бұл камераларды да істен шығарады. Күзетшілер сақтандырғышты тексеруге кеткенде, ол басқару бөлмесіне кіріп, рұқсат картасын ұрлайды және қоймаға барып, азаматтық киімге ауысады. Картамен барлық темір қақпаларды ашып, желдеткіш жолына жетеді. Ол бұл жолды бұрын зерттеген бұл күзетшілерден қашудың жалғыз жолы. Ол түрме киімін шешіп, вентиляция арқылы жылжиды. Бірақ ол әсер ете бастайды, ол ауырсынуға қарамастан алға жылжиды. Ақыры келушілер бөлмесінің үстіне жетеді. Ол қызмет дәлізіне түсіп, келушілердің арасына араласады. Бір әжейдің тамақ қорабын кесіп, дүрбелең тудырады да, алдыңғы есіктен шығып кетеді. Бірақ алысқа бара алмай құлап қалады. Оянғанда ол түрме ауруханасында болады. Дәрігер оған біреу егеу құйрық уын енгізгенін айтады, бірақ ол қабылдаған витамин Ш оны тірі қалдырған. Осы уақытта Янг оның қашу жолын тексеріп, оның данышпан екеніне таң қалады. Кейін Янг Тай Джунға келіп, біреу оны өлтіргісі келетінін сезетінін айтады, және енді бұған жол бермейтінін уәде етеді. Бірақ ол қайта қашуға тырыспауын ескертеді. Тай Джун көп сөйлемейді. Ол тек Сикке хабар жеткізуді сұрайды. Өмірімді тағы да құтқарғаның үшін рахмет. Оны құтқарған витаминдерді Сик берген екен. Басқа жерде Доксу жалғыз камерадан босап, бірден кек алуды көздейді. Ол адамдармен бірге Тай Джунды іздейді. Қауіпті сезген Тай Джун жасырынады. Кейін ол Доксудың адамдарымен төбелесіп, бәрін жеңеді. Бірақ Доксу оны пышақпен жаралайды. Ауыр жараланғанына қарамастан Тай Джун оны жеңеді, бірақ өлтірмей, тек құлағын кесіп, ескерту жасайды. Кейін Тай Джун жазалау ретінде жалғыз камераға қамалады. Ол кінәліні міндетті түрде жазалаймын деп ант береді. Түнде Тай Джун мен бірнеше тұтқынды көздерін жауып, құпия фургонға салады. Мұның бәрін Ян ұйымдастырған. Ол қауіпті тұтқындарды жасырын жерге жеткізіп, оларды тастанды зауытқа апарады. Сол жерде ол бұл мүмкіндіктер жері деп жариялайды. Тай Джун бұл адамның оның өмірін құртып жіберген нағыз жау екенін әлі білмейді. 5 жыл бұрын Ткан есімді бай мұрагер бірге болған қызды кездейсоқ өлтіріп алады. Қорыққан ол бірден әкесіне, ықпалды конгрессменге қоңырау шалады. Ұлын және өзінің саяси мансабын қорғау үшін конгрессмен Янға хабарласып, мәселені шешуді бұйырады. Ян өз тобын қылмыс орнына жібереді, және озық технологияның көмегімен бүкіл орынды дәл 3 форматында қайта жасайды. Тіпті бірнеше шақырым қашықтықтан да ол әрбір қан тамшысын, және әрбір саусақ ізін дәл зерттей алады.
Барлық жағдайды түсінген соң, ол ұлттық бақылау жүйесіне кіріп, сол жерден өткен адамдардың бәрін тексереді. Ақырында, сол маңда тамақ жеткізіп жүрген Тай Джунға тоқтайды. Нысана таңдалған соң, Янның тобы Тай Джунның бүкіл өмірін зерттей бастайды, оның әдеттерін, таныстарын, өмір салтын. Сол уақытта арнайы тазалау тобы Тай Джунның үйіне кіріп, саусақ іздерін және дәлел ретінде қолдануға болатын барлық заттарды ұрлайды. Кейін олар бұл іздерді қылмысқа байланысты заттарға орналастырады. Тіпті олар оның қоқысын тексеріп, дене сұйықтықтарын алып, оларды құрбанға енгізіп, мінсіз жалған дәлел жасайды. Жалған айып тағу мәселесінде Ян өте мұқият болды. Тай Джунның білезігі жоғалғанын байқағанда, ол дәл сондай көшірме жасап, оны қылмыс орнына қоюды бұйырады. Кейін шынайы білезік Тай Джунның інісінің жатақханасында екенін білген соң, дәлелді жою үшін киллер жібереді. Жолдағы кемпірде, баспалдақтағы ағашта бәрі Ян ұйымдастырған қойылымның бөлігі еді. Ол данышпан және толықтай психопат. Енді ол жаңа өлім ойынын бастайды. Тұтқындардың күш жинау үшін оларға мол кешкі ас береді. Барлығы күмәнсіз тамақтанады, тек Тай Джун ғана бұрышта отырып, сақтықпен бәрін бақылайды. Кейін тұтқындарды әртүрлі нөмірленген бөлмелерге бөледі. Түнде Тай Джун жасырын шығып, қашу жолын іздейді. Бірақ бүкіл зауыт қарулы жалдамалылармен қоршалған, сондықтан ол өте абайлап қозғалады. Ақырында оны ұстап алады. Сол кезде Ян келіп, оны жатақханаға қайтаруды ұсынады. Тай Джун бас тартып, не үшін мұнда келгендерін сұрайды. Ян тек жақында ерекше жарыс болатынын айтады. Жатақханаға оралғанда Тай Джун Доксуды және оның адамдарын көреді. Доксу оны мазақтап, кек алатынын айтады. Төбелес басталғалы жатқанда жалдамалылар оқ атып, бәрін тоқтатады. Таңертең қатты музыка тұтқындарды оятады. Олар ақ киім киіп, ашық алаңға жиналады. Бір тұтқын бұл жердің не екенін сұрайды. Ян жауап береді. Бұл жарыс алаңы. Әрқайсысы кездейсоқ көлікпен жарысады. Ереже жоқ. Бір тұтқын қатысудан бас тартады. Ян еш ойланбастан оны атып өлтіреді. Барлығы үнсіз қалады. Сол кезде жүк көлігі келеді. Ян оның ішінде 5 миллиард ақша бар екенін айтады. Соңғы жеңімпаз бәрін алады. Тұтқындар көліктерін дайындай бастайды. Кейбірі қуанады, ал Доксу ең нашар көлік алғанына ашуланады. Ян бай көрермендерді шақырады, олардың бірі Ткаң. Ян бұл жай жарыс емес, бұл өлім ойыны екенін түсіндіреді. Бай адамдар тұтқындарға бәс тігеді. Ткаң сұрайды. Жеңімпаз шынымен ақшаны ала ма? Ян суық түрде жауап береді. Иә. Бірақ бұл жерден ешкім тірі шықпайды. Кейін тұтқындар одақ құра бастайды. Бір тұтқын Тай Джунға бірігуді ұсынады. Ол Тай Джунның механик екенін біледі, және жеңсе ақшаны бөлісетінін айтады. Түнде Тай Джун көлікті жақсартады. Бірақ басқа тұтқындар көлікті ұрлауға келеді. Тай Джун көлікті іске қосып қашып кетеді. Доксу оны көріп қуып жетпек болады. Келесі күні Тай Джун Янмен кездесуді сұрайды. Бірақ оның шын мақсаты айналаны зерттеу. Ол Яннан витамин сұрайды. Ян оны мазақ етеді, бірақ ойын қызықты ету үшін келіседі. Көп ұзамай жарыс басталады. Ян тағы да ереже жоқ екенін айтады. Қызыл жарық жанғанда өлім жарысы басталады. Бір тұтқын көлігіне от шашқыш орнатып алға шығады. Бірақ көлігі жарылып, сол жерде өледі. Жарыс қыза түседі. Сол кезде Ян Тай Джунның суретіне қарап, оны таниды. Ол 5 жыл бұрын өзі жалған айып таққан адам екенін түсінеді. Ян бірден Тай Джунның көлігін тоқтатуды бұйырады. Бірақ Тай Джун мотоциклмен қашып кетеді. Ян Джейге сыйлықты ашуды бұйырады, ішінде тапанша бар. Тай Джун мотоцикліне жанармай багын байлап қашады. Джей оған оқ атады, бірақ Тай Джун жалтарып, оның көлігінің дөңгелегін жарып жібереді. Көлік аударылып, жарыс хаосқа айналады. Қуаныштан масайраған Ян бірден ережелерді өзгертеді. Кімде-кім Тай Джунды ұстаса немесе өлтірсе, жүлде ақшасы 2 есе көбейеді. Тай Джун кетпек болған сәтте, Доксу оның жолын бөгеп, екеуі жұдырықтасып кетеді. Доксу Тай Джунға тең келмейді және тез жеңіледі.
Ашуға булыққан Йохан снайперлік мылтықты алып қайта-қайта атады. Тай Джун тез арада көлікті қалқан ретінде пайдаланады. Йохан қайта оқтап жатқан сәтте, Тай Джун мотоцикліне секіріп мініп, кеше байқап қалған өткелге қарай жүйткей жөнеледі. Тек сол кезде ғана Йохан Тай Джунның қашу үшін жоғары өрлейтін жолды пайдаланбақ екенін түсінеді. Тай Джун бөгетті бұзу үшін жанармай багын жарып жібереді де, толық жылдамдықпен алға ұмтылады. Мотоцикл әуеге көтерілген сәтте, Ян көздеп, шүріппені басады. Ғажайып түрде Тай Джун оқтан жалтарып, өзен жағасына тірі құлайды. Қараңғылықты пайдаланып, ол тез арада балықшының киімін киіп, оқиға орнынан қашып кетеді. Жараланған денесін әрең сүйреп, Сиктің жөндеу шеберханасына жетіп, сол жерде есінен танып құлайды. Сик оны ішке кіргізіп, жараларын мұқият емдейді. Осы кезде Ян қатты ашуланады. Жағдай оның бақылауынан шығып бара жатыр. Шындықты жасыру үшін, ол түрме бастығын тұтқындар ерікті жұмыс кезінде газ жарылысынан қаза тапты деп жариялауға мәжбүрлейді және Тай Джунға қатысты кез келген ашық іздеуге тыйым салады. Өйткені Тай Джунды тек өзі өлтірсе ғана бұл ойын қызықты болып қала береді. Көп ұзамай Тай Джун қорқынышты түстен оянады. Сик бірдеңе болғанын сезеді, бірақ сұрақ қоймайды. Ол тек демалуды айтады. Таңғы астан кейін Тай Джун анасы мен ағасын көру үшін жерлеу үйіне барады. Оның кек алуға деген шешімі одан сайын күшейеді. Ол шындықтың кілті деп санап, алдымен Лоуэр киімді нысанаға алады. Іздеп жүріп, ол киімді тауып, қатты соққыға жығады. Тай Джун бәрінің артында кім тұрғанын сұрайды, бірақ киім тек. Егер айтсам, олар мені өлтіреді дейді. Құжаттарды қарап отырып, Тай Джун Со Хиян Джанг есімді әйел туралы файл табады. Бұрышқа тірелген киім ақыры шындықты айтады. Бұл әйел кінәні мойнына алатын құрбан ретінде таңдалған. Клиент кісі өлтірген кезде олар кінәні жабу үшін басқа бір жазықсыз адамды таңдайды. Дәлелдерді қолдан жасау үшін олар сол адамды айлар бойы аңдып өмірінің әрбір сәтін жазып алады. Бұл Тай Джунның басынан өткен жағдаймен дәл сәйкес келеді. Сол сәтте киллер басып кіріп, қатты төбелес басталады. Тай Джун оны бірден таниды, уды еккен жалған дәрігер. Ашуға булыққан ол оны есінен тандырады. Киім артынан шабуылдамақ болады, бірақ ол да оңай жеңіледі. Қорыққан киім сұмдық шындықты айтып қояды. Дәл осы киллер Тай Джунның ағасын өлтірген. Келесі сәтте киллер ішке бомба лақтырып, есікке сүйеніп тұрады. Тай Джун құжат салынған сөмкені алып, терезеден секіріп қашып кетеді. Көп ұзамай Йохан бүгінгі болған хаос туралы естиді. Киллердің қайта-қайта қателесуіне ашуланған ол шыдамын жоғалтып, киллерді өзі өлтіреді де, оған зейнетақы ретінде символикалық ақша қалдырады. Бұл адамдар ол үшін тек ауыстырылатын бөлшектер ғана. Біреу істен шықса, орнына басқасын қояды. Ал Сик Кимнің мойындауын естіген соң Тай Джунды құшақтап, оның басынан өткендердің бәріне жаны ашиды. Ол оған кез келген нәрседе көмектесуге уәде береді. Екеуі бірге келесі құрбан Со ханымды құтқару жоспарын жасайды. Тай Джун бақылаушылар оның жанында жасырынған деп болжайды, және ол дұрыс болып шығады. Ян өзінің Скайнет бақылау жүйесі арқылы Со ханымды толық бақылауда ұстап отыр. Со ханым шағын шаштараз басқарады. Ол нысанаға алынған, өйткені кісі өлтіру қаруы шаштараз қайшысына ұқсайды. Йоханның жоспарын бұзу үшін Тай Джун бірнеше бақылау құрылғыларын жасап, оларды шаштараздың айналасына жасырын орнатады. Содан кейін компьютер алдында отырып, үздіксіз бақылау жүргізеді. Бір күні түстен кейін жөндеу шеберханасына бір қыз келіп, Сик жасырған ақшаны алып кетеді. Тай Джун оны ұры деп ойлап ұстап алады. Сик жүгіріп келіп, оның қызы Юнби екенін түсіндіреді. Бүлікшіл мінезді Юнби Тай Джуннан жалдау ақысын талап етеді. Ақшаны алған бойда ол Тай Джунды қатты ұрып. Енді есептестік дейді. Тай Джун. Бұл қыз шынымен бір түрлі екен деп күбірлейді. Бірнеше күндік бақылаудан кейін Тай Джун күдікті адамдарды анықтайды. Ол Со ханымның шаштаразының алдында бірдей көліктер мен бірдей адамдардың бір уақытта пайда болатынын байқайды. Ол тағы бір маңызды детальді есіне түсіреді, құрбанның телефоны. Бұрын ол бұл әйелмен ешқашан кездеспесе де, оның телефон кіпсі деректері Тай Джунның қозғалысымен дәл сәйкес келген.
Сол кезде олар Со ханымды тәулік бойы аңдып жүрген мотоциклді байқайды. Бәрі бірден түсінікті болады. Тайджун дереу шаштаразға барады, бірақ Со ханымның кетіп қалғанын біледі. Қызы анасының телефонды қайтаруға кеткенін айтып, мекен-жайды көрсетеді. Кездесу орнында Со ханым телефонды иесіне қайтарады. Кенеттен Тайджун қарақшы кейпінде пайда болып, телефонды жұлып алады. Бұл күтпеген әрекет қылмыстық ұйымның жоспарын толық бұзады. Йохан Тайджунның өзіне қауіпті қарсыласқа айналғанын түсінеді. Сондықтан ол пара алғаны үшін қызметтен шеттетілген Гу есімді полиция қызметкерімен байланысып, Тайджунды табуды бұйырады. Оның орнына Йохан оған барлық айыптарды алып тастап, тіпті қызметін жоғарылатуға уәде береді. Гу алдымен түрмеге барып, Сик Тайджунға ең жақын адам екенін біледі. Кейін Сикке барып, Тайджунның қашып кеткенін әдейі сөз етеді. Сик сабыр сақтауға тырысады, бірақ Гу күмәнданып бір бөлмені тексермек болады. Алайда сол кезде Юнби киім ауыстырып жатқан еді. Ол ашуланып, оларды заңсыз кірдіңдер деп айыптап, үйден қуып шығады. Кейін Тайджун шеберханаға оралып, полицияның келгенін біледі. Ешкімді қауіпке тікпеу үшін кетпек болады, бірақ Сик оны тоқтатады. Өйткені ең қауіпсіз жер жаудың дәл көз алдында болу. Сол түні Тайджун телефон иесіне қоңырау шалып, оны тапқанын және сыйақы талап ететінін айтады. Әйел оны ұры деп ойлап, айтқанын орындайды. Түнде ол белгіленген жерге ақша алып келеді. Тайджун оған ақшаны жеткізушіге беріп, кейін жақын ғимараттағы шкафтан телефонды алуды бұйырады. Әйел кеткен соң Тайджун оны жасырын қоймаға дейін аңдиды. Жұмысшы кейпіне еніп, Тайджун ішке кіріп, күнделікті заттардан саусақ іздері мен шаш үлгілерін жинап жүрген адамдарды байқайды. Ол бәрін телефонға жасырын түрде жазып алады, бірақ кенеттен Сик қоңырау шалады. Дәл бірнеше сәт бұрын ол шаштаразға кірген күдікті адамды байқайды. Қоңырау салдарынан Тайджун әшкереленеді, бірақ ол күресіп шығып, қашып кетеді. Осы кезде Со ханым қауіптің жақындап келе жатқанын сезеді. Ол қызын қорғауға тырысады, бірақ тез арада жеңіліп қалады. Ең қауіпті сәтте Тайджун келіп, әйел киллермен қатты шайқасқа түседі. Екеуі де басымдыққа ие бола алмайды, тек алыстан полиция сиренасының дауысы естілгенде ғана әйел қашып кетеді. Кейін белгілі болғандай, Сик полицияға алдын ала хабар берген, және олар офицерлер келмей тұрып Со ханым мен оның қызын құтқарып үлгереді. Басқа жерде Йоан бақылау камерасынан Тайджунды көреді. Ол жағдайды бұрынғыдан да қызықты деп санап, қатты күледі. Дәл сол кезде конгрессмен мен оның ұлы шақырусыз келіп, оны қабілетсіз деп айыптап, тіпті қызметші сияқты сөйлейді. Конгрессмен оған бәрін осы аптада шешуді ескертеді, әйтпесе келесі жолы бүгінгідей жай сөйлесу болмайтынын айтады. Олар кеткеннен кейін Йоан күтушіге ашуын шығарады. Мен оларға өміріндегі ең үлкен мүмкіндікті бердім, ал олар енді маған қоқан-лоқы көрсетіп жатыр. Мұны жай ғана аяқтайық. Бірақ дәл сол кезде Йон тағы да оны қорлайды. Йоан бірден ойын өзгертіп, оған арнайы сыйлық жіберуді шешеді. Осы уақытта Тайджун Со ханымға бәрін түсіндіреді. Юнби де сол жерде болып, оның шын мәнінде мейірімді әрі жақсы адам екенін түсінеді. Со ханым мен оның қызын қорғау үшін Тайджун Юниден оларды біраз уақытқа жасырып тұруын өтінеді. Юни оған бұрынғыдан да қызыға түседі. Көп сұрақ қойып қысым жасағаннан кейін, ол ақыры өзін жала жапқанын мойындайды. Юни түні бойы ұйықтай алмай, оған деген аяушылық сезімін ғана сезінеді. Алғаш рет ол әкесіне қоңырау шалып, егер бірдеңе болса, осы нөмірге хабарласыңыз дейді. Сик қатты қуанады, өйткені олардың арасындағы суық қарым-қатынас ақырындап жақсара бастайды. Жөндеу шеберханасына оралғанда олар теледидардан жаңалық көреді. Кісі өлтіруші өлді. Сол кезде Тайджун бұл істің ішінде бір ғана емес, бірнеше құрбандыққа шалынған адам бар екенін түсінеді. Ашуға булыққан ол қоймаға қайта оралады, бірақ барлық жұмысшылардың өлтірілгенін көреді. Йоан үшін мінсіз жоспар, ешқандай куәгер қалдырмау. Кенет конвейер қозғалып, бір нәрсе жерге түседі. Тайджун жақындағанда кесілген басты көреді. Бұл бұрын дәрігер болып көрінген киллер еді. Жұмыс үстелі іс материалдарымен және Тайджунға арналған хатпен толтырылған. Оның ішінде көп ақша бар, бұл оны пайдасыз адам деп мазақ еткендей.
Кенет үлкен экран жанып, барлық кісі өлтірулердің нағыз ұйымдастырушысы Дён екені көрсетіледі. Тай Джун ашуға булығады, бірақ өзі әлдеқашан жаңа өлім ойынына тартылғанын білмейді. Ойынды қызықты ету үшін, Юан Дк Йонның әлеуметтік желілерін оңай бұзып, барлық жеке жазбаларын ашық етеді, және Тай Джунға әдейі іздер қалдырады. Сол жазбалар арқылы Тай Джун Дк Йонның қазір Бусосанда екенін түсініп, бірден кек алуға жолға шығады. Сеулде полиция әлі де Тай Джунды іздеп жатыр. Сол кезде Тай Джун Янға өзі қоңырау шалып, нағыз қылмыскерді өз қолымен ұстап, өз атын ақтайтынын айтады. Хуан телефонды алып, артқы жақтан Бусосан станциясының хабарламасын естіп, бірден сол жаққа бет алады. Осы уақытта Сик Тай Джунмен байланыса алмай, бірдеңе дұрыс емес екенін сезеді. Ол Тай Джунның әлі ұсталған жоқ екенін түрмеден тексеріп білгеннен кейін ғана тынышталады. Юнби әкесінің бір кезде Тай Джунға телефон бергенін есіне түсіреді. Олар телефон жоғалды деп сылтау айтып, қызметкерлерден оны табуды сұрайды. Сөйтіп Тай Джунның Бусосанда екенін анықтайды. Сол уақытта Юан ғибадатханада ата-анасының қайтыс болғанына 10 жыл толуына арналған еске алу рәсіміне қатысып жүреді. Оның психиатр ағасы Юан ата-анасынан айырылғаннан кейін қатты жарақат алған деп ойлайды. Юан қайғылы кейіп танытады, бірақ ағасы бұрылып кеткен сәтте оның жүзінде зұлым күлкі пайда болады. Ал оның тәтесі ата-анасынан қалған үлкен мұраны тезірек өз қолына алғысы келеді. Юан оған бәрін жасауға мүмкіндік береді, бірақ жасырын түрде соқыр күтушіге барлық мәселені шешуді ишаралайды. Бірнеше сәттен кейін күтуші әйел киллермен бірге келіп, барлық туыстарын өлтіреді. Өліп бара жатса да, тәтесі күтушіні қорлап, оны лас әйел деп атайды. Сол кезде шындық ашылады. Күтуші шын мәнінде Юанның туған анасы. Ол тіпті ауруханадағы өткен оқиғаларды есіне алып. Ол тіпті ауруханада болған оқиғаны есіне алады. Сол кезде дәрігерлер оның баласын құтқара алмаймыз деп айтқан. Бірақ ол берілмеді. Ол бәрін құрбан етуге дайын болды, тек баласы тірі қалса болды. Сол күннен бастап оның өміріндегі жалғыз мақсат Юанды қорғау және оны ешкімге тәуелді болмайтын, бәрінен күшті адам ету болды. Қазіргі уақытқа қайта оралғанда күтуші соңғы демі қалған тәтесіне суық көзқараспен қарап тұрады. Оның көзінде ешқандай өкініш жоқ еді. Ол үшін бұл тек қажет болған іс қана. Юан тыныш қана қарап тұрады, оның жүзі эмоциясыз. Оның жоспары тағы да мінсіз орындалды. Енді мұрада барлық билікте толықтай оның қолында еді. Ал бұл кезде Бусосанда Тай Джун өзінің соңғы мақсатына жақындап келе жатты. Оның ойында тек бір ғана нәрсе болды, шындықты ашу, және өз өмірін құртқан адамнан кек алу. Ол енді артқа шегінбейтінін білді. Бұл енді тек әділет үшін емес, өзінің ар-намысы үшін де күреседі. Ол станциядан шығып, Дк Йонның ізімен жүре бастайды. Әрбір қадам оны шындыққа жақындата түсті. Бірақ ол әлі де бұл жолдың қаншалықты қауіпті екенін толық түсінбеді. Біреу оны алыстан бақылап тұрғанын сезбеді. Бұл Юан еді. Ол бәрін экран арқылы бақылап, бұл ойынды үлкен қызығушылықпен тамашалап отырды. Юан үшін бұл жай ғана кек емес еді. Бұл оның ең сүйікті ойыны болатын. Ол Тай Джунның қанша уақытқа дейін тірі қалатынын, қанша уақытқа дейін күресетінін көргісі келді. Ал Тай Джун болса, бәрін аяқтауға дайын еді. Ол бұл ойынды тоқтататын адам өзі болатынын білді. Бірақ ол үшін ең алдымен шындықтың соңына дейін жету керек еді. Ян бір кезде оның кетіп қалуын тоқтату үшін көзіне сынап құйып, оны мәңгілікке соқыр қылғанын толқумен еске алады. Бірақ оның өзі үшін бұл жай ғана ұлының сүйіспеншілігін көрсету тәсілі еді, және ол оған әрқашан ризашылық білдіреді. Сол күні Тай Джун ақыры сән-салтанатты яхта кешін өткізіп жатқан Дукөнді табады. Тай Джун оны бетпе-бет келіп, жасырын түрде диктофонды қосып, мойындауға мәжбүрлемек болады. Дукөн Тай Джунды өзінің құрбандыққа шалынатын адамы ретінде таниды, бірақ шектен тыс тәкаппар болып қалады. Ол ешқандай өкініш білдірмей, тіпті адамдарға Тай Джунды өлтіруді ишарамен бұйырады. Тай Джун қарсыласады, бірақ қарсыласының жетекшісі тым жылдам болып, оны бірнеше секундта жеңеді. Дукөн дереу Йоханға қоңырау шалып, Тай Джунды қолға түсіргенін айтады. Ол Йохан оның орналасқан жерін жариялап қойды деп күдіктеніп, ақшасын қайтаруды талап етеді.
Йохан сырттай келіседі, бірақ іштей олардың бәрінен бірден құтылуды жоспарлап қойған еді. Осы кезде Тайджунды байлап, яхтаның каютасына тастайды. Сик пен Юни портқа келгенде, полицияның бүкіл аумақты қоршап алғанын көреді. Қауіпті сезген Юни әкесінен бөлініп, Тайджунды іздеуге кетеді. Хуан мен Ян да оны жан-жақтан іздеп жүр. Көп ұзамай Дукөн полицияның жақындап қалғанын біліп, каютаға жүгіріп барады, бірақ Тайджунның жоғалып кеткенін көреді. Бұған дейін Сик яхтадан күмәнді нәрсе сезіп, жасырын кіріп, оны дер кезінде құтқарып кеткен еді. Өкінішке қарай, Ян оларды байқап қояды. Ол Сикті араласпауға көндіріп, Тайджунға ресми жолмен көмектесемін деп уәде береді. Дәл сол кезде Хуан кенеттен пайда болып, олардың жолын бөгейді. Бірақ ол жеңіске жеттім деп ойлаған сәтте, Юни артынан шабуыл жасап, Янға өрт сөндіргіш шашады. Үшеуі ақыры қашып құтылып, Юнбидің құрбысының үйіне жасырынады. Шаршаған Тайджун терең ұйқыға кетеді. Оның тыныш жүзін көрген Юнби оның бәрі айтқандай қылмыскер емес екеніне бұрынғыдан да сенімді бола түседі. Келесі күні Тайджун өткен түндегі жазбаны қайта-қайта тыңдап, маңызды бір белгі табуға үміттенеді. Осы уақытта Ян Тайджун жіберген мәлімет бойынша вокзалдағы сақтау жәшігіне барып, Дукөн туралы файлдарды алады. Ал Дукөн қауіпсіздік камерасының жазбаларын тексереді. Ол Йохан ақшаны қайтарудан бас тартып, Тайджунды жасырын алып кету үшін адамдар жіберді деп ойлайды. Бірақ Йохан онымен дауласып жатпай, біреудің Тайджунға жасырын көмектесіп жатқанын түсінеді. Көп ұзамай Йохан конгрессменге барып, оның ұлы қашып жүрген кінәлімен төбелескенін айтады. Ол жаңа күзет ұйымдастырып, бұл мәселені бір жола шешуді ұсынады. Конгрессмен тек мысқылдап күліп, ол кінәліні жоюдың 10.00 жолы бар екенін, бірақ оның қалдырған мәселелерін тазалау Янның міндеті екенін айтады. Бұл қорлау Янды ашуға булықтырады, бірақ әрекет етпей тұрып, конгрессмен оның үйін қоршау үшін бірнеше жалдамалы өлтіруші жібереді. Йохан да бұл жауапқа қатты ашуланады. Ол тек күрсініп, катананы алып, жалғыз өзі барлық өлтірушілерді жойып жібереді. Шатырдың үстінде Сик жылдар бойы жасырған құпиясын ашады. Бір кезде әйелімен ұрысып қалған кезде, ашумен үйдің ішіне жанып тұрған темекіні лақтырып жіберіп, өрт шығарып алған. Қорыққанынан оны құтқаруға кірмеген, ал полиция кейін бұл оқиғаны қасақана кісі өлтіру деп бағалаған. Сол күннен бастап Юни оны жек көріп кеткен. Мұны естіген Тайджун түрлі сезімге бөленеді. Оның көзқарасы бойынша Сиктің еш ойланбастан көмектесуге дайын болуы үлкен бақыт еді. Осы уақытта Ян Сикті зерттей бастайды. Ол бұл әке мен қыз неге бөтен адамды қорғау үшін сонша тәуекелге барып жатқанын түсіне алмайды. Ақырында олармен өзі тікелей бетпе-бет келуді шешеді. Тайджунды ұстау үшін Дукөн одан да көп бұзақыларды жинап, тіпті әлеуметтік желіде ашық түрде кешкі 9:00-де жекпе-жекке шақырады. Бұл жазбаны көрген Тайджун бұрғыны пневматикалық шеге атқышқа айналдырып, кек алуға дайындалады. Дәл сол кезде Юнби оны таңғы асқа шақырады. Құрбысы оны мазақтап, әлгі жігітке ғашық болып қалдың ба деп сұрайды. Юни жауап бермей, мотоциклімен дүкенге кетеді, бірақ күтпеген жерден Хуан да сол жерде Тайджунды іздеп жүреді. Танылып қалмау үшін Юнби бас киімін төмен түсіріп, байқатпай кетпек болады. Бірақ Хуан оның арқасындағы татуировканы байқап, оның Сиктің қызы екенін түсінеді де, артынан қуа жөнеледі. Бақытына қарай, Юнның мотоцикл жүргізу шеберлігі өте жоғары болды, және ол оны соңынан қалдырып кетті. Сик полицияның жақындап қалғанын білген соң, олардың назарын басқа жаққа аудару үшін көлігімен кетіп қалады. Осы бейберекетті пайдаланып, Тайджун шатырдан секіріп түсіп, Юнби дайындап қойған мотоциклмен қашып кетеді. Көп ұзамай Хуан өзін алдап кеткенін түсінеді. Ол қатты ашуланады, бірақ қолынан ештеңе келмейді. Кейін Юнби үйіне қайтып келіп, ең жақын құрбысының еденде ес-түссіз жатқанын көреді. Сол кезде Йохан пайда болып, қыздың тек уақытша есінен танып қалғанын түсіндіреді. Оның жаман ниетпен келгенін түсінген Юнби қатты ашуланады. Бірақ ол да Сикте Янға қарсы тұра алмайды. Йохан өзіне керек жауапты ала алмайды, бірақ енді оған бәрібір. Түн түседі. Тайджун келісілген жерге келіп, Дконгтан кешірім сұрауын талап етеді. Бірақ Дконг тәкаппарлығын қоймай, оны арандатып, тіпті бүгін түнде Тайджунды өлтіретінін мәлімдейді. Ашуға булыққан Тайджун қаруды ұстап алып, шабуылдаушыларды бірінен соң бірін құлатады.
Тек ұзын шашты жігіт қана нағыз аң сияқты шайқасып қайта-қайта соққы жасайды. Тайджун айналасындағының бәрін қару ретінде пайдаланып, ақыры қолайлы сәтті пайдаланып, оны күрекпен ұрып есінен тандырады. Дконг жаңалық күтіп алаңдап отырғанда, кенет Тайджунның тірі шығып келе жатқанын көреді. Ол дереу газды басып қашады, ал Тайджун мотоцикліне мініп, оның соңынан қуады. Көлікке толы туннелдің ішінде Тайджун оқтардан жалтарып, көліктердің арасымен зымырап өтеді. Дконгтың адамдары оған оқ жаудырады. Дконг оны бетпе-бет соғып кетпек болады, бірақ Тайджун туннел қабырғасының бойымен жүріп, оған қарай бірнеше рет оқ атады. Осы бейберекет кезінде Тайджун бұзақылардың көлігіне секіріп мініп, олардың бәрін жояды. Сосын жүргізуші орнына отырып, Дконгпен өлімге апаратын қуғынды жалғастырады. Ашуға булыққан Дконг қайта-қайта оқ ата береді. Қатты атыс кезінде кенеттен ақ жүк көлігі бұрылып келіп, Дконгтың көлігіне соғылады. Тайджун өлім аузындағы Дконгты көліктен сүйреп шығарып, телефонының диктофонын қосып, оны мойындауға мәжбүрлейді. Бірақ Дконг соңына дейін тәкаппарлығын жоғалтпайды. Сол кезде оның телефоны шырылдайды. Қоңырау шалған Йохан. Тайджун телефонды көтергенде, барлық жағдайды басқарып отырған адамның Йохан екенін түсінеді. Йохан Тайджунның әрекетін мақтап, тіпті өз жағына өтсе, оған 5 миллиард беретінін және бұрынғы жеке басын қайтаратынын уәде етеді. Бірақ Тайджун еш ойланбастан бас тартады. Йохан тек оның өмірін құртып қоймай, достарын тартып алды, тіпті оның бауырының өліміне себеп болды. Қазір оның жалғыз қалауы Йоханды орнынан құлатып, істегеннің жазасын тартқызу. Тайджунмен қоштасқаннан кейін, Ян конгрессменнің үйіне барып, оны және оның көңілдесін аяусыз өлтіреді. Конгрессмен өлім аузында жатқанда, Йохан бұрыннан жасырылған құпияны ашады. Ол 16 жасында ата-анасын өлтірген, себебі олар өз байлығын ғибадатханаға бергісі келген. Содан кейін ол бұл қылмыс үшін бір сериялық өлтірушіні кінәлі етіп көрсеткен. Сол сәттен бастап ол бұл әдісті болашақта да қолдануға болатынын түсінген. Осылайша Йохан конгрессменнің өмірін аяқтайды. Оның тазалау тобы тез келіп, барлық іздерді жояды. Келесі күні Ян Сиктің жөндеу шеберханасына жасырын кіріп, оның қызымен түскен суретін табады. Ол суретті өртеп жібереді. Тайджунның келесі қадамы қандай болатынын білгісі келеді. Ал бұл кезде Сик пен Тайджун Сеулде кездесуге келіседі. Бірақ ол кетпей тұрып, полиция кенеттен келіп, оны конгресс мүшесін өлтіру айыбымен ұстады. Тайджунға болған сияқты, полиция Сиктің үйінен куәліктердің тауларын тапты. Қорқыту хаттары, құрбанның дыңғысы, бәрі бар. Тіпті нашарлығы, Хуан тіпті қызының да ұсталуымен қорқытады, Юнбиді көмекші деп айыптайды. Сик ақыры төзімін жоғалтып, егер қызы осы іске тартылса, оны өзі өлтіретінін ескертеді. Темір жол вокзалында Тайджун Сиктің ұсталғаны туралы жаңалықты көреді де, бірден бұл Йоханның іс екенін түсінеді. Ол жөндеу шеберханаға жүгіріп барып, жоғарыға орнатылған камераны табады. Бұл Йохан оны мазақтау үшін қойғаны айқын. Тайджун камераны сындырып, күйзелген Юниді жұбатады. Ол әкесінің неге барлық кінәні өзіне алып отырғанын түсінбейді. Неліктен ол бір рет болса да қарсы күреспейді. Әкесінің қайтадан түрмеге баруын ойлап, Юни жылай бастайды. Тайджун өзін кінәлап, осы істі соңына дейін тоқтатынына ант береді. Ол Янмен байланысып, оның не қалайтынын білуін талап етеді. Юан оған бұрынғыдай тоннелге барып, телефон қорабын ашуды айтады. Ішінде кеңесшіні өлтірген пышақ пен бос чек жатыр. Юан екі таңдау ұсынады. Пышақпен өзіңді тапсырып, бостандыққа жету немесе чектерді алып, оның жұмысын істеу. Тайджун неге осылай жасап отырғанын сұрайды. Юан жай ғана өйткені қызық деп жауап береді. Адалдық пен адамгершілігі нөлге тең бір монстрмен бетпе-бет келген Тайджун үмітін жоғалтып бара жатқандай болады. Ал қамау орталығында Сик те күйзеліске түсіп отыр. Оның ойы жиі қызымен бірге өткізген сәттерге қайта оралады. Бірнеше жыл бұрын, түрмеде жатқанда Юнби оны жиі көрген, әрқашан бетінде көгерген іздері бар. Ол мектептегі басқа балалар оны жоғалған адам деп айтатынын айтқан.